Ассалаумағалейкум қазақтарым. Соңғы кезде біздің арамызда өзін өзі өлтіретіндер көбейіп бара жатыр. Әсіресе жас балалар. Әрбір 40 секунд сайын, тағы да айтамын, әрбір 40 секунд сайын бүкіл әлемде бір адам өзін өзі өлтіріп жатыр. Жайдан жай, оп-оңай бір какой-то бір жаман проблемалар үшін өзін өзі өлтіріп жатыр. Олар емтихан тапсыра алмаса, жақын адаммен ұрысса, немесе ажырасса, бізден асылып өледі, немесе жоғарыдан төмен секіреді, немесе таблеткалар ішіп өз-өзіне қол жұмсайды. Олар осылай өлсе барлық мәселелерін шешетіндей, немесе басқалардан осылай кек алатындай сезінеді. Олар өз-өзіне қол жұмсау ешқандай проблема шешпейтінін түсінбейді, және олар өздері өте үлкен күнә жасайтынын да ұқпайды. Барлық діндерде суицид үлкен күнәлардың бірі болып табылады. Сондықтан Аллах өзіне қол жұмсаушыларды тозақта мәңгі күйесіңдер деп ескертеді. Аллах тағала қасиетті Құранда былай дейді: өзіңді өлтірме, өйткені Аллах саған мейірімді. Біз мұны өзінің дұшпандығы мен әділетсіздігі үшін жасаған адамды отқа жағамыз. Бұл Аллахқа оңай дейді. Аллах тағала тағы да былай айтады: өзіңді өзің өлімге итермелеме дейді. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: сендерден бұрын өмір сүрген бір адамның денесінде язва пайда болады. Ол оған қайғы қасірет әкеле бастағанда, ол садағының жебесімен жарасын ашқанда, оның қаны өліп қалғанша тоқтамай ағып жатты. Сонда Аллах оған жұмаққа оған тыйым салынды дейді. Бұхари мен Муслимде келтірілген бұл хадис. Тағы бір хадисте былай дейді: кім өзін тұншықтырса, тозақта өзін тұншықтырады. Кім өзіне пышақ салса, тозақта өзін кеседі дейді Муслим. Өмір дегеніміз бұл бізге белгіленген мерзімге дейін берілген Аллахтың сыйы, аманаты, және оның ешкім өз бетінше аяқтауға құқылы емес. Суицид жасаушылар өздерінің іс-әрекеттерімен ата-аналары мен жақын адамдарын қайғы-қасіретке түсіреді. Адамның өмірін қиюға ешкімнің құқығы жоқ. Аллах осы дүниеде сынау үшін адамды жаратқан. Сондықтан адам Аллахқа құлшылық ету керек. Тек Аллах адамға өмір береді және ажалды жібереді. Құранда Аллах бізге қиындықтар мен сынақтар, қандай да бір қиыншылықтар болатынын ескертеді. Аллах былай дейді Құранда: біз сендерді аздап, қорқыныш, аштық, мүлікті, адамдар және жемістерді жоғалту арқылы сынаймыз. Олар қиындыққа тап болған кезде шынында да біз Аллахқа тиесіліміз және оған қайтамыз деп айтатын шыдамдыларды қуантыңыз. Оларға иеміздің рахымы беріледі. Олар тікелей жолмен жүретіндер дейді Бақара сүресінде. Бірақ сонымен бірге Аллах қиыншылықтардан кейін міндетті түрде жеңілдік болатынын айтады. Ешбір жағдайда Аллах бұл әлемді адам үшін сынақ ретінде жаратқанын ұмытпауымыз керек. Нәтижесінде бұл өмір оңай болмауға арналған. Ерте ме кеш пе шыдамдылық өз нәтижесін береді. Ол қиындықтарды жояды, мақсаттарына жетуді және қалаған нәрсеге қол жеткізуге үміттенеді. Аллах бізге былай дейді Құранда: Аллах шыдамдыларды жақсы көреді дейді. Басқа аятта: шынында да әр ауыртпашылықтан кейін оның атында жеңілдік бар дейді. Тағы бір аятта Аллах былай дейді: ауыртпалықтан кейін Аллах жеңілдік жасайды. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде былай делінеді: қайғы жұбанышпен, ал ауыртпашылықтар жеңілдікпен ауыстырылады дейді. Неліктен адамдар мұны істейді, неге өздерін өлтіреді деген сұрақ туады. Бұған бір ғана жауап бар: ол шайтанның азғыруы. Шайтан бүкіл адамзаттың жауы және адамды жұмақтан айырғысы келеді. Міне шайтанның Аллахқа берген уәдесі. Шайтан былай дейді: мені шатастырғаның үшін мен сенің тура жолыңда оларға қарсы отырамын. Содан кейін оларға алдынан және артынан, оң және сол жағынан келіп азғырамын. Сосын олардың көпшілігін өзіңе риза болғандардың қатарынан таба алмайсың дейді 7-ші сүренің 16-17 аяттарында. Осы аяттан көріп отырғаныңыздай, егер адамның сенімі әлсіз болса, шайтан оның жақын досын айналады және оны қалаған жеріне апарады. Оны осы уақытша әлемнің байлығына ғашық етеді және осы байлықтың құлына айналдырады. Содан кейін оны кедейліктен және бүкіл жинаған байлығынан айырылудан қорқытады. Несие алуға мәжбүр етеді және өмірінің соңына дейін осы несиені немесе қарызды өтеу үшін тер төккізеді. Одан кейін ол оның мойнына отырады да айла шарғы жасап, оған ғибадат етуге қосымша уақыт бермейді.
Содан кейін шайтан әлсіздердің жанын қорқынышпен, уайым қайғымен және сенімсіздікпен қорқытып, бұларға қарсы антидот жоқ деп үгіттейді. Және ол әлсіздіктен қолын төмен түсіргенде оған барлық мәселелерін шешудің жалғыз әдісі ретінде өзін өзі өлтіруден басқа жол жоқ екенін көрсетеді. Егер қандай да бір қиындықтар туса, шайтанды тыңдамаңыз және оның құлдықтарына берілмеңіз. Тек қана жаратушы Алладан көмек іздеңіз. Аллах бәрімізге көмектесуге кепілдік берді. Аллах Құранда былай дейді: егер менің құлдарым мен туралы сұраса, мен оларға жақынмын. Және олар менен көмек сұрағанда дұға етушіге жауап беремін дейді Бакара сүресінде. Сондықтан бауырларым, өз-өзіне қол жұмсау арқылы ойларыңызды басыңыздан шығарыңыз, жаман ойларды. Ешбір жағдайда өзіңді өмірден айыруға болмайды. Сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізбен тек жақындарыңызға жамандық жасайсыз. Уақыт өте келе олар сіз туралы ұмытады. Олар жылайды. Көп уақыт өтпей ұмытып кетеді. Сізде білетін таныстарыңыз сіз туралы: мына ақымақ кішкентай нәрсеге бола асылып өліп қалды деп мазақтайды. Сонымен қатар бірнеше айдан кейін олар да сізді еске алмай ұмытып кетеді. Ал енді денелеріне жарылғыш заттарды байлап, адамдар көп жерде өздерін жарып жіберетіндерге келетін болсақ, ондай білімсіз адамдар осындай өлімнен кейін өздерін шахид болып өлімізде сансыз жұмаққа кіреміз деп үміттенеді. Бұл таза надандық болып табылады. Өйткені өзін өзі өлтіргенде суицид ретінде тозақтың отына барады, және де олар адамды өлтірушілер болып табылады. Бұл жихадқа да шахидке де қатысы жоқ. Барлық суицидтер мен өлтірушілер тозақтың жанында мәңгі қалады. Аллах тағала өз құлдарын осы масқарадан құтқарсын. Амин. Қорытындылай келе, барлық сансыз, шексіз және шетсіз мадақтаулар мен мақтаулар тек бүкіл әлемдердің иесі жаратушы иеміз Аллахқа ғана лайық.